тестілеудің жаңа түрі. Үлкен жаңалық болайын деп тұр. Бұл бүкіл дүниеге бір жаңа формат, жаңа модель шығайын деп тұр. Академиялық теорияны қолданысқа енгізе алады ма, қолдана алады ма, алмайды ма? Ол мықты мысалы конструктор бола алады ма, инженер бола алады ма? Оған бір қолданбалы мәселені қойсаңыздар, сол алған теоретикалық білімді дұрыс сол мәселені шешуге бағыттай алады ма? Сол форматқа көшуге не түрткі болды? Сондықтан біз жаңа әдістемеге көшуіміз керек. Сондықтан мына AIT дегеніміз бұл өте маңызды жоба. Дұрыс айтасыз. Ассалаумағалейкум әлеумет. Біз өздеріңізбен еліміздің ұлттық тестілеу орталығында жаңадан ашылған подкаст студияда жүздесіп отырмыз. Ал осы жаңа студияның алғашқы қонағы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мырза. Қош келдіңіз, Саясат Нұрбекұлы. Қош көрдік, сіз қош келдіңіз. Рахмет. Мен де келіп құтты болсын айтып жатырмын. Мына студияға керемет, жақсы жабдықталған екен. Жұмыстарына сәттілік тілейміз. Енді өзіңізге алдымен алғысымды білдіргім келеді. Осындай қым-қуыт тірліктің, шаруаның арасында жүріп уақыт тауып келгеніңізге сұхбат беруге. Ал көрермен, біздің бүгінгі сұхбатымыздың негізгі тақырыбы ол елімізде осы алдағы бірер жылда енгізілуі мүмкін. Ағылшынша қысқартылған, қысқартып айтқанда AIT деп аталады, яғни Қазақстанның жоғарғы оқу орындарына қабылдауға арналған жаңа түсу емтиханы. Сол туралы болмақшы. Ол қандай емтихан, қандай тест, қашан енгізіледі, қалай жүреді деген сияқты сауалдар енді көптің көкейінде жүрген шығар. Сондықтан сізден көп нәрсе сұрағымыз келіп отыр. Сондықтан бірден сұраққа көшсек рұқсат болса. Сонымен осы тестілеудің жаңа түрі қазір қарастырылып жатыр ғой, талқыланып жатыр. Ол сол форматқа көшуге не түрткі болды, оның ерекшелігі неде, өзектілігі қандай? Енді біріншіден рахмет Зейін аға, келіп бізге осындай сұхбат жүргізгеніңізге бірнеше себеп бар. Біріншісі, қалай болса да мына біздің ұлттық бірыңғай тестілеу ОБТ өзінің үлкен рөлін атқарды. Тарихи шын мәнінде де есіңізде болса 90 жылдардың соңында көп әңгіме болды. Әділдікті, тазалықты, осы тестілердің жоғары оқу орынға түсу емтихандарын бір жолға келтіріп, бір қалпына келтіріп, моделін қалыптастырды. Сондай бір бастама оған болды, жұрт жақсы қабылдады негізінде. Шын мәнінде де ОБТ 22 жылдың ішінде 3.093.000-нан астам адам өтті осы тесттен. Енді менің буыным, бүкіл біздің алдымыздағы, бізден келген буынымыздың өмірінде ОБТ үлкен сондай бір меже болды, сынақ болды, біздіге бағыт ашқан, жол ашқан, бір үлкен керемет өзін ақтап келе жатыр. Ақтады. Бірақ қазіргі таңда өзіңіз көріп жатсыздар, білім өзгеріп жатыр, заман қалай тез өзгеріп жатыр, жасанды интеллект, автоматтандыру қазір үлкен жаңа проблемалар, мәселелер шығуға бастады. Біріншіден, ОБТ негізгі бұрыннан екі негізгі мақсаты болған тұғын. Біріншісі, сол 11 жылдық орта мектепті бітірген түлектің 11 жылдық академиялық білім саяхатын бағалау. 11 жылда не үйренді бұл бала, не бітірді, яғни бітіруші мемлекеттік аттестациялық емтиханның рөлі болды. Екінші үлкен мақсаты ол жоғары оқу орындарына осы талапкер лайықты ма, менің бағдарламамда ол алып кете алады ма, осы мамандық бойынша жеткілікті білімі бар ма, жоқ па, пәндік білімі бар ма, жоқ па. Мысалы, математика, физика болсын, басқа пәндері. Яғни қалаған мамандыққа маған оқи алады ма, оқи алмайды ма. Осы екі рөлмен ОБТ басында сондай мақсатымен басталған. Сосын ақырындап мына бірінші рөлі кетті, бағалауды өздері орта деңгей өздері бағалайтын болды. Тек қана жоғары оқу орындарына түсу емтиханы болып қалыптасты. Соңғы мына бірнеше жылдарда осылай қабылданып, осылай біз келе жатырмыз. Енді қанша сынға тартылды модельдің өзі, тестілеу моделінің өзі. Тестілеу, бағалау жүйесі үлкен ғылым Зейін аға. Қазіргі таңда мына соңғы әсіресе 20-30 жылда қатты дамып кетті. Оның ішінде психометриялық өлшемі бар. Мысалы, бала пәндік білімі болуы мүмкін, жаттық бір кез келген бір есептерді берсеңіз шағып береді,
бірақ өмірде сол білімді, сол академиялық теорияны қолданысқа енгізе алады ма, қолдана алады ма, алмайды ма? Ол мықты мысалы конструктор бола алады ма, инженер бола алады ма? Оған бір қолданбалы мәселені қойсаңыздар, сол ана алған теоретикалық білімді дұрыс сол мәселені шешуге бағыттай алады ма? Үлкен мәселе. Оның үстіне қазіргі таңда бірнеше соңғы әсіресе 50 жылда көптеген тереңдетілген зерттеулер шықты. Мысалы, Анджела Дакворth деген атақты Гарвард бизнес мектебінің профессоры осыдан бір 10 шақты жыл бұрын бір керемет кітабы шықты. Grit деген кітап. Оны біздің жақсы достарымыз аударып, табандылық деп аударды қазақ тіліне. Үлкен зерттеу жүргізді сол Гарвард бизнес мектебі. Мыңдаған мықты кәсіпкерлерді, көшбасшыларды, инженерлерді, саясаткерлерді зерттеді. Адамның табысты болуына, үлкен биік кәсіби шыңдарға, лауазымдарға шыққанда не маңызды? Білім, интеллект, зейінділік, сонда не шықты? Табандылық, яғни мықтылық, яғни ішкі табандылық деп аударды. Grit негізінде ағылшын тілінен аударылғанда былай болады ғой, қырсық сондай адамдар, мықты, ішкі сондай. Бірбеткей қайсар. Қайсарлау, қайтпайтын, мақсаттан айнымайтын, сол бір жолды қырсығып алса, сол түбіне жететін сондай адамның сипаты, Grit. Ағылшын тіліне кішкене күрделі аударуға. Табандылық деп аударылды қазақ тіліне ана кітап. Яғни мінезінде қажетті болып тұр ғой. Әлихан Бөкейханов айтқандай, ел билеу білімнен емес, мінезден дегендей. Дәл солай Анджела Дакворттың үлкен тереңдетілген зерттеуі интеллект адамның табысты болуында 5% екен. 5%-ға да жетпейді. Енді өзіміздің былай күнделікті даналық бар ғой. Мектепте отличник болып жүрген балалар, енді теоретик болып жүрген балалар әшкеге келгендер, ал бірақ мына мінезі бар, мықты жігіттер бизнесмен болып тиісіп шығады, бір мықты басшы болады, табысты болып, кәсіпкер. Неге десеңіз, парадоксты қабылдадық қой. Неге десеңіз, тұлғалық қасиеттер өте маңызды. Адамның өмір дегеніңіз теория тұрғыдан сіз бәрін білуіңіз мүмкін. Бірақ өмір кездейсоқ, шытырман оқиға. Өмірде сіз сіз билемейтін көптелік қаншалық факторлар бар. Сондықтан сол факторларға қарсы төзімділік, өз-өзіңізді басқару, табандылық, қайтпай, мысалы өзіңіздің ішкі тәртібіңіз, мақсатты нақты айқындап сол мақсатқа дейін жету, коммуникация, адамдармен тіл табысу, команда құру, команданың ішіне құйылып, тойларда айтқандай тастай батып судайсың дегендей, ол да маңызды. Басқа түрлі коллективтер ұжымдарға барасыз, қалай көрсетесіз өзіңізді, қалай түсінесіз, иерархияны қалай түсінесіз, кіммен тіл табысасыз. Алдап, солап деген әжелеріміз айтқандай, алдап, солап, біреуді алдап, біреуді солап, бірақ біреуге мінез көрсетіп, біреуді мықты болса, сіз бірден шеше алмайсыз, бейімделіп кетіп. Сондықтан мына қазіргі таңда адамды өлшеу, бағалау және оның табысты болу үлкен бір ғылымға айналуда. Оның үстіне жасанды интеллект қазір көп нәрселерді түсінуге психологияда, психиатрияда, нейробиология деген үлкен бағыт ашылды қазір оның үстіне. Боб Сапольский деген атақты Калифорния университетінің, Беркли университетінің атақты профессоры, сол көп миды зерттеді. Біздің ойлау білу қабілетіміз, абстракты ойлау білу қабілетіміз, өз-өзімізді түсінуіміз, ол да өте маңызды екен. Метакогнитивті қабілеттер деген ұғым шығуға бастады. Адам өте мықты болуы мүмкін, бірақ ол мына бүкіл ғаламды түсінуі, сол ғаламның, сол әлемнің, сол экожүйенің ішінде өзінің орнының түсінуі, өз-өзіні түсіне білу, қалай ойлай білу қабілетінің сырттай қарап, менің мына жерде ойлауымда осындай қателер кетті. Неге десеңіз, адам баласы өкінішке орай Кафканың айтқан сөзіндей, біз дейді ешқашанда жаңа нәрсені үйренбейміз де, біз тек қана сол бізге берілген кішкентай кезімізден тәрбиеленген стандарт, мораль және түрлі бір жалған ақпараттарға сонымен ғана өмір сүреміз дегенде, ондай да бір қанша философияда айтылған нәрселер бар, Гегельден бастап, Кафкадан бастап. Сондықтан адамның ойлау білу қабілеті, өз-өзіне түсіне білу қабілеті де өте маңызды. Неге десеңіз, дүние, әлем қазір өте күрделі.
Ақпарат соншалықты көп, соншалықты жалған ақпарат бар. Қазір көп білу оңай. Google'ыңыз бар, кез келген ойбай чат GPT-леріңіз бар, жасанды интеллект жағыңыз бар. Қол жетімді. Білім жүйесінде қазір үлкен проблемалар. Неге десеңіз, кез келген балаға сіз тапсырма бересіз, 5 секундтың ішінде жауап береді. Өзі таппайды. Жасанды интеллект арқылы табады. Бағалау жүйесі, білім беру жүйесі, педагогика мен дидактика қазір үлкен проблемалар. Неге десеңіз, қалай бұрын ұстаз білім береді. Білім тек қана ұстазда. Былай қарасаңыз, ұстаздың монополиясы болған білімге, солай ғой. Біз келеміз, есімізде, өзіміздің бастапқы сыныптарда біз келеміз, түк білмейміз. Басталады әліппе, білімді тек қана бір жерден алуға болады, білімді тек қана ұстаз бере алады бізге, білімді тек қана оқулық бере алады бізге. Қазір білім, ақпарат бүкіл жерде бар. Ұстаздардың, мектептің, университеттің кез келген білім ордасының монополиясы жойылды қазіргі таңда. Оның үстіне сондықтан тағы да осындай көп проблемалар шыққанда бір нәрсеге қазір біз айқын болдық. Енді кешірім сұраймын, ұзақ әңгімені кішкене таратып түсіндіруге біздің әсіресе ата-аналарымыз ойбай не болды. Сосын қазақтың енді еліміздің бір сондай ерекшелігі бар ғой, жинағы білесіз. Басында бір нәрсе шыққанда бәріміз жамандаймыз соны. Ой, мына ОБТ деген бір түрлі бір жаман, мына сұрақтар сапасыз, ойбай Шыңғыс ханның атының қанша түсі болды, ойбай ана жыл қай жылы мынау өлді, ана батыр қанша не. Сол ай жамандағанда мынау дұрыс емес, ОБТ. Қазір міне бір әңгіме шықты ма, ойбай ОБТ-ға жаңа тест қойды, ОБТ-мызға тиіспеңдер 22 жыл. Керемет тестіміз болды, ойбай қайдағы, ой мыналардың бары осы бір жаңа министр керетті, жаңа реформа қойын тиіспеңдер ұбытымызға. Бірақ мен айтайын, бүкіл біздің көрермендерімізге, оқушыларымызға, талапкерлерімізге, ата-аналарымызға ұбытының өзінің тарихи рөлі атқарды ұбыты. Бірақ қазіргі таңда мына жаңа тұрпатта, жаңа заманда, жаңа үлкен жасанды интеллект дәуірінде өкінішке орай мына қарапайым тест форматында А, Б, С, Д, оны multiple choice дейді, бұл формат келмейді. Неге десеңіз, қазіргі таңда жұмыс берушілерге біз не үшін оқимыз, не үшін жоғары білімге барамыз? Жұмысқа тұру үшін. Жұмыс берушілерге қазір жеткіліксіз. Тек қана, мына бала 120 балл алды. Бұл нені білдіреді? Осы бірнеше пәндік білімі бар, мына пәнді осыншама біледі, бір ғана балмен келеді, университет оны қабылдайды жоғары оқу орнын, сосын ол шығады, жұмыс берушілерге де жоғары оқу орындарға шыны керек, ол толық ақпарат бермейді. Бұл бала қандай бала? Жарайды, теориясы бар, барып, отырып, жақсылап дайындалса, бір жарым жылдың ішінде алып кетеді, жақсы балды алып кетеді. Сол білім, ол тек қана еске алатын білім бе? Тест қойын. Тестлерге дайындаласыз. Мына жерде 3,5 сағаттың ішінде жауап бересіз, болды. Бұл тек қана бір осындай бір өлшем. Бітті, кейін ұмытылып кетудің. Ұмытылып кету көп нәрсе. Бір жарты жылдан кейін сұраңызшы, ОБТ-ға дайындалғандар, есте қалмайды еш нәрсе. Ал бізге енді кешенді, жүйелі жаңа құрал керек. Неге десеңіз, бұл бірінші бізге де керек жоқ, жоғары оқу орындарға да қатты керек жоқ. Кім үшін керек? Ең бастысы баланың өзіне керек. Мен осындай күрделі заманда, осындай ақпаратты молшыл, ақпараттың тасып жатқан заманда менің ойлау білу қабілетім дұрыс қалыптасты ма? Менің сыни ойлау білу қабілетім қалыптасты ма? Мен коммуникацияға жақсымын ба, жақсы емеспін ба? Өз ойларымды айқын жеткізе аламын ба, жеткізе алмаймын ба? Маған берілген сұмдық осылай тасып атқан ақпаратты мен дұрыс қорыта аламын ба, қорыта алмаймын ба? Сол қабаттасқан ақпараттың ішінен мен маған керекті, менің жұмыс берушіме керекті, менің мақсатыма, менің зерттеуіме, менің диссертацияма керекті ақпаратты ала аламын ба, ала алмаймын ба? Менің миым дұрыс жұмыс істейді ме осы ақпаратпен? Бұл қазір осындай өлшемдерді, осындай бағалауды өкінішке орай біздің қарапайым сол тест форматында жасалған ОБТ жауап бере алмайды. Өкінішке орай бере алмайды. Тесттің тиімділігін арттыру ғой.
солай деп те айтуға болады ма? Тестім жоқ. Жоқ. Бұл жерде тиімділікті арттыруда емес. Мүлдем басқа модельге, мүлдем басқа күрделілік деңгейіне жаңа тестке көшуіміз керек. Бұл бірінші себеп. Екінші, қысқаша, талапкердің өзіне керек нәрсе. Ең бірінші қазіргі таңда біздің жанымыз ашиды. Мына ең үлкен мына проблема қандай қазір? Жанайқай күнде жазады. Мен қай бағытта жылжу керекпін? Мен қандай мамандықты таңдау керектім? Мен үшін менің ішкі қабілеттерім, менің қазір қалыптасқан менің болмысым үшін ең дұрыс жол қандай? Кім айта алады маған? Сондықтан басталады. Қазір проблема бар ғой, адамдар өздерін таба алмай жүр. Ориентаторлар, кәсіби бағыттаушылар, коуч, неше түрлі бәрі шығады. Ойбай, сіз былай істеуіңіз керек, былай істеуіңіз керек. Бірақ ғылыми негізделген, нақты құрастырылған, ең соңғы осы бағалау ғылымның нәтижелерін қолданатын қазір ондай құрал жоқ өкінішке орай. Сондықтан осындай үлкен міндеттемені өзімізге алып отырмыз. Осындай күрделі, ең соңғы әлемдік ғылымда болып жатқан өзгерістерді өзінің қорытып алатын осындай құрал, өлшем, бағалау құралды жасақтауға жөн көрдік. Екінші себеп, қысқаша айтып кетейін. Бізде білесіздер президенттің тапсырмасы. Мен қазір осындай керемет филиалдар ашылып жатыр. Осы соңғы шетелдік жоғары оқу орындарының ең мықты жоғары оқу орындарының соңғы 4-5 жылдың ішінде 40-қа жуық сондай филиалдар ашылды. Тапсырма берілген болды. Мына Астанамыздың, елордамыздың өзінде Кардифф университеті, Ковентри университеті, Бейжің тіл мәдениет университеті. Мықты. Жақында ғана жаңалықтарда естіген шығарсыздар. Аризона университеті Петропавл қаласында Аризона университетінің президенті келіп, ректор келіп, премьермен кездесіп, Петропавлға бардық. Петропавлда Қозыбаев университетте мантиялар келген, бір топ американдық профессорлар, ең мықты университеттердің ректорлары 131 баламызға, сол қазақстандықтарға американдық диплом табыстады. Мен осыдан бірнеше күн бұрын Алматыға барып, Мәскеу инженерлік физикалық институтының тұңғыш түлектері 11 адам бітіріп, қазір тікелей ядролық физика институтына барып, біздің жаңа үлкен жоспарларымыз бар ғой, ядролық реакторларға сонда жұмыс істейтін кадрлар даярлап жатырмыз. Сондықтан бұл шетелдік филиалдар бізге келіп айтты: министр мырза, ОБТ-ны біз жақсы көреміз, құрметтейміз, сыйлаймыз, бірақ ОБТ-ның негізінде біз балаларды қабылдай алмаймыз. Неге десеңіз, біздің талаптарымыз басқа. Біз тек қана пәндік білімге қарамаймыз. Біз адамның сол айтып кеткен тұлғалық қасиеттеріне қараймыз. Бұның инженерлік ойлау қабілеті бар ма, қалыптасқан ба, қалыптасқан жоқ па? Ішкі көшбасшылық сондай қасиеттері, қабілеттері бар ма, жоқ па? Енді Гарвард тәрізді шетелдік университеттер білесіздер, олар бір өздерінің өлшейтін тесттері бар, SAT, ACT тәрізді үлкен әлемдік тестілеу жүйелері, бірақ тек қана солардың негізінде қабылдамайды. Біз ғана тек қана тесттің негізінде қабылдаймыз ғой. Олар сосын не жасады? Application дейді, эссе жазғызады. Кәдімгі адамның жазған ойлау қабілеті қандай? Оның жүйелі ойлайды ма? Жүйелі ойламаған адам жаза алмайды эссені. Өзіңіз енді сөз ойынан білінеді ғой. Қанша енді журналистика саласында жүрдіңіз ғой. Қалай сөз саптайды, қандай ой түйеді? Ол түйеді, оның бір жүйесі бар ма, логикасы бар ма, бір структурасы бар ма, құрылымы бар ма, ол бір негізгі өз-өзін таныстыра алады ма, коммуникация қандай ойлау білу қабілеті бар ма, жоқ па, талдап жазалады ма, сосын рекомендациялық хаттар сұрайды, сосын басқа, яғни кешенді бағалайды. Жан-жақты. Соны бізге айтты, мына ОБТ-ны біз қабылдай алмаймыз. Не біз өзіміз қабылдаймыз? Қазір келіп, мысалы, Хериот Уот тәрізді, Кардифф университеттер, Ковентри университеттер өздері қабылдайды. Шетелден келеді, профессорларының өздерінің жүйесі. Ең қызығы, солардың жүйелеріне қарасақ, сол бұрынғы сөйлеседі адаммен, эссе жазғызады, тест жазғызады. Яғни, енді біздің өзіміздің жеке тұлғалық тәжірибемізден де адамды түсіну үшін бір қағаз қарағанда түсінбейсіз адамды, солай ғой? Қанша жазылса да. Ал былай сөйлескенде, көзбе-көз, оның былай бірден, әсіресе тәжірибелі адамдар бірден түсінеді, мына өсетін бала. Мына өсетін бала өз-өзін ұстау, сөйлеген сөзі, ойлары, көздері, body language дейді ғой, яғни өзінің пластикасы, қалай өз-өзін ұстайды, қалай амандасады, қандай сөз сөйлейді, бірден көрінеді, мынау мықты жігіт. Сол секілді екінші себеп, шетелдік біздің серіктестеріміз айтқан бізге,
министр мырза, министрлік біз тағы да одан да күрделі құрал керек. Не өзіміз бәріміз қабылдаймыз, оларға рұқсат бердік, қазір өздері қабылдап жатыр. Немесе бізге мықты шетелдік бір мықты сапасы бар бір тестті әзірлесеңіздер, оны біз бірден қабылдаймыз. Үшінші себеп, ол жасанды интеллект шыны керек. Қазіргі таңда жасанды интеллект кезінде үлкен сондай бір үрей бар қазір. Үлкен қауіп қатер бар. Оны мысалы бірнеше қазір академиялық қауымдастық әлемдегі екі топқа бөлініп кетті. Bir топ айтады, қой, жасанды интеллект керемет нәрсе, оны қолдануымыз керек. Оны біз қазір білім саласына енгізуіміз керек. Тестілеуде, бағалауда, зерттеулерде, оқытуда, оқытушыларымызға көмектесуіміз керек, ұстаздарымызға көмектестіруіміз керек. Екінші топ айтады, ойбай жоқ, жасанды интеллект бұл үлкен пәле. Бұл адамның ойлау қабілетін жояды мүлдем. Неге десеңіз, балалар мына енді өздері ізденіс жасамай, ізденбейді, не істейді? Бірден дайын нәрсені тұқ-тұқ бәрін саған жасап береді. Қазір бір тапсырма беру, жаттығу беру, мағынасы жоқ. Түсінбейсіз, баланың өзі ойлап тапты ма, немесе чат GPT-ден сұраса алды, 5 секунд, қайдағы 1 секундтың іште шақ деп бәрін шығарып береді. Апай, бәрі. Мына қазір Гарвард университеттерінде, ең мықты университеттерінде үлкен проблема. Бәрі бес алады. Оны assessment depreciation деген бір ұғымда термин шығарып алды. Яғни қалай? Бұрын белгілі болады, бір топ 10-15% мықты оқитындар бірден көрінеді, олар жақсы тапсырма шығарады, шығармаларды ең күрделі есептерді шығарады. Сосын бір орташа 50-60%, золотой середина дейді ғой, орысша айтқанда, середнячок дейді ғой. Осы негізгі топ осылар. Сосын енді артта қалғандар, өкінішке орай олар енді. Сосын ақырындап олар көрінеді, кетіп қалады. Отличниктер, ударниктер, троечниктер. Бізде де бәрі болды ғой. Совет заманында сол болды. Бір жақсы жері Совет заманында аямаған. Есіңізде болса, топта 100 адам кіреді, сосын ақырындап бірінші неден кейін уже 10-15 кетіп қалады, біреу армияға кетеді, бұлай не кетеді. Шыққанда 100 адам кірді, 100 адам шықпайды ешқашанда, түлек болмайды. Кемінде 30 қанша пайызды жоғалтамыз біз 4 жылдың ішінде. Қазір көп жоғары оқырда жоғалтқысы келмейді. Неге десеңіз, гранты бар, ақшасы бар, ол жоқ, қаражат үшін ұстап тұрды аналар. Көзін жұмып. Ал қазір мына мықты университеттерде басқаша проблема. Бәрі жақсы оқитын болды. Неге десеңіз, қандай тапсырма берсеңіздер, отырады. Чат GPT бар, қазір өте күрделі алгоритмдер шыға бастады. Google Gemini, Claude, DeepSeek тәрізді. Олар бар ғой, сізге ең мықты докторант, ең мықты ғалым ретінде бәрін талдап, жіліктеп, жазып береді. Міне бір тапсырма бересіз, келесі күні идеально 100% бәрі тапсырады сізге. Қалай тексересіз, не істейсіз? Яғни мына бағалаудың өзінің мағынасы кетіп бара жатыр. Бағалау мүмкін емес. Олар тексереді ана жұмыстарда, бір алгоритмді қосады. Алгоритмдер мына қағазда адам жазды ма, алгоритм жазды ма айқындап береді. Мыналар тағы да күрделі алгоритм қолданады. Қазір бір-бірімен соттасып жатыр. Студент сотқа береді университетке, MIT-де осы былтыр алдыңғы жылдары көп сондай соттар болды. Мен дейді өзім жаздым бұл қағазда. Университет айтты, жоқ, мен алгоритм тексерді сенің қағазында, айқындадық. Бұл адам жазған жоқ, мұны машина жазды. Ол жоқ дейді, мені дәлелдеп берем, мен машина жазған жоқ, өзім жаздым. Осылай бір-бірімен соттасып жатыр. Осындай жағдайларда бұл тест адамның цифрлық сауаттылығын, балалардың, талапкерлердің жасанды интеллект қолданудың да басқа да креативті сыни ойлап білу, креативті ойлап білу қабілеттерін де айқындайтын сондай керек қызық модульдері бар. Оны модульдік принциппен қазір құрастырып жатырмыз. Оны да қазір келесі сұрақты мен талдап берем, жіліктеп берем. Сондықтан қазіргі таңда мына құрметті ата-аналар, құрметті талапкерлер, бұл тест біз үшін керек жоқ, бізге керек әрине, жоғары білімге үшін керек. Бізді неге десеңіз, үлкен мәселе, оны да қазір айтам, соңғы себебін айтам, жоғары білімнің проблемасы. Бірақ бұл тест көбінесе өзіңізге керек, әр балаға керек, әр отбасыға керек. Бұл тесттен өткен балалар, Алла жазса, Құдай қосса, бәрі дұрыс. Қазір өте қатты жұмыс істеп жатырмыз. Біздің мына ұлттық тестілеу орталықтың ұжымы, болашақпен қазір біздің бір үлкен тестілеушілердің тобын дайындап жатырмыз, жасақтап жатырмыз. Бәрі дұрыс болған жағдайда, бұл өте керемет өз-өзін бағалау құралы болып шығады. Яғни бала шыққанда тек қана, мен пәндік менің білімім,
тарих бойынша мен 20-дан 25-тен 25 арада жүрмін. Менің мына жерде ойлап білу олқылықтарым бар екен. Мына жерде мен толыққанды мына 11 жылдың ішінде мынаны түсінбептім, мына мәселені. Математиканы, мына формулаларды, интегралдарды, дифференциялық нелерді мен дұрыс түсінбептім. Міне бірден көрсетеді. Яғни оның тағы да бір маңызды себебі бар, маңызды мақсаты бар. Бұл жаңа тестінің бұл бізге ретроспективті анализ береді, сараптама береді. Неге десеңіз, міне 11 жылда өтті ғой, бір оқып шықты бала. Енді біз орта білімге негізінде осы тест арқылы рекомендация беруіміз керек. Көкелер, құрметті әріптестер, қараңызшы. Мына жерде мына оқулықтардан бір олқылық бар ма, оқулықтар дұрыс жазылмады ма? Бірақ осыншама пайыз біздің балалар математика осы пәндерді, осы бағыттарды түсінбей жүр. Толық түсінбеген. Неге десеңіз, дұрыс құрастырылған тест өте мықты сараптамалық құрал. Ол негізінде оның бүкіл нелердің сол тесттің нәтижелерін сіздер сараптамадан өткізген жағдайда бүкіл мектептерге, бүкіл орта білімге нақты бір керемет аналитиканы беруіңіз керек. Мінекейіңіз, білім оқу ағарту министрлігінің әріптестеріміз осындай жүйелі проблемалар бар. Оны қазір ұлттық тестілеу орталығымыз бастап кетті. ОБТ-ның өзінде қазір сараптаманы жасап, бүкіл аудандық білім басқармалары, қалалық, облыстық мектепке дейін біз айта аламыз. Мына сіздің мектебіңізде осындай проблемаларыңыз бар. Бұл неге десеңіз 11 жылдың саяхатының нәтижесінде сіздің міне жинаған білімдеріңіздің осындай жүйелі проблемалар бар. Және соңғы нәрсе, ол бізге керек нәрсе, бұл жаңа тест. Қазіргі таңда өкінішке орай мамандықты таңдағанда балалар, талапкерлер қалай таңдайды? Олар бірінші пәндік жүптерді таңдайды, физика, математика, яғни мен инженерлік бағытқа барам. Химия, биология, мен медицинаға барам. География, мен тарих, мен осы мына гуманитарлық бағытқа барам деп. Сосын университет таңдайды. Мен бірінші таңдауым Сатпаев университеті, екінші осылай. Тесттен өтеді, бал алады, сол балға сәйкес университетке түседі. Өкінішке орай университет өзі таңдамайды жоғары студенттерді. Біздің жоғары оқу орындарымыз өз студенттерін таңдамайды. Бұл қандай мәселеге апарады? Жалпы жоғары оқу орындарының сапаны біркелкі, бір тұтас ұстай алмайды. Бір мысал келтірейін, салыстырмалы түрде. Гарвард университеті, дүние жүзінің ең мықты университеттердің бірі. Гарвард университетіне түсу үшін сізге жай бал жеткіліксіз. Олар профиль дейді, профайл дейді. Яғни Гарвардқа түсетін студент, оның өзінің бізге Гарвардқа керекті тұлғалық қасиеттері, қабілеттері болу керек. Ол көшбасшы болу керек. Неге десеңіз, Гарвард университетінің өзінің миссиясы бар. Олай былай басталады. Гарвард университеті әлемге көшбасшыларды дайындайды. Әлемдік деңгейдегі. Біріккен ұлттар ұйымының президенті, төрағалары, бір елдердің президенттері, сенаторларды дайындаймыз. Біз көшбасшыларды дайындаймыз. Яғни біздің бүкіл біліміміз тек қана білім беру емес, сондай мықты жауапкершілікті қабылдайтын, үлкен бір миссиясы бар, үлкен бір видениясы бар тұлғаларды дайындаймыз. Сондықтан олар қабылдағанда, студенттерді қабылдағанда өздерінің ерекше талаптары бар. Бұл сіз көшбасшылық қабілеттеріңізді көрсетуіңіз керек, сіздің алдын ала бір өзіңіздің тәжірибеңіз болу керек, бір әлеуметтік жобаларға қатысуыңыз керек. Сосын былай, яғни пішіні бар өзінің. Мына маған ең мықты студент келсе де, ең мықты балымен ең жоғары жеткіліксіз. Менің өзімнің логикам бар, өзімнің миссиям, сол миссияға сай адам керек маған. Маған ең мықты инженер керек жоқ, мен инженерлік мектеп емеспін. Мен инженер көшбасшылықтан. MIT-ға барсаңыз, өтеді маған инженерлік табиғатымен, инженерлік ойлап білу, кішкентай бұлар болады ғой, кішкентай кезінен шұқылап, лего, сол инженер. Бітті, білесіз, ол мынау инженер, технар, оның сол қатты көп сөйлемесе де, бірақ қолға бірдеңе берсе шұқылап, от айтады, маған сондай технар керек, табиғатымен инженер керек маған. Ал біздің университеттерде, Сатпаев университетімен мысалы, Сатпаев университетінің филиалында отырмыз. Ең үлкен трагедиясы не Сатпаев университетінің? Бұл мықты университет. Біздің ең мықты, ең көне тарихы бар политехникалық университет. Сатпаев политехника, политех. Политех өз адамдарын таңдай алмайды, талапкерлерін таңдай алмайды. Көрдіңіз бе? Бір жыл
мықты керемет бір топ келуі мүмкін. Бәрі қуанады. Биылғы прием қабылдау қандай керемет. Шын табиғатымен инженерлер келді. Олар отырып, кәдімгідей таңертеңнен кешке дейін оларға керегі жоқ. Олар лаборатория беріп қойса, өздері шашып тастап, бірдеңке жинап құрастырып қалып қалады сонда. Келесі жыл басқа бір таңдаумен келуі мүмкін. Сапа жоқ. Көрдіңіз бе? Сапа тұрақты емес. Гарвард қабылдағанда бір тұтас, бір елкі өздерінің профильдеріне сай балаларды қабылдайды, оқытады, ең мықты стандарттармен оқытады, түлектер шығады. Бір жыл бір сапа, екінші жыл сол бір келкі сапа, үшінші жыл 100 жылдан кейін сіз әлемдік деңгейдегі университет боласыз. Бәрі Гарвардты бәрі біледі. Неге десеңіз, тұрақты сапа кіргенде, тұрақты сапа шыққанда. Ал біздің университеттердің трагедиясы, трагедиясы. Бір жыл айтады, мына есіңізде ғой, біз оқыдық қой. Қуанады кәдімгідей оқытушылар. Биыл жақсарды балалар келді. Біздің курс мықты болды. Ана курс мықты болды, мына курс болмай қалды. Ана курс нашарлау болды. Неге десеңіз, енді өте жаман салыстырмалы мысал, заводты елестетіп көріңіз, бір үлкен өндірісті. Сіз шикізаттың сапасын кіргенде, цехқа кіргенде бақылау болмаса, шыққанда қандай сапа бересіз? Сіз білмейсіз. Бір күн жақсы шикізат келуі мүмкін, екінші күн жаман шикізат келуі мүмкін, орта сапалы шикізат келуі мүмкін. Қанша сіз оны өндіріп, қандай процестерді, қандай технология қоссаңыздар да, шыққанда бір келкі сапа болмайды. Солай ғой? Дәл солай біздің университеттерімізде. Сондықтан соңғы маңызды себеп осы тестінің ол біздің жоғары оқу орындарымызға үлкен көмек болады. Олар міне қарайды айтады, Сатпаевқа керекті осы бала. Неге десеңіз, бұл тесттің ерекшелігі, қазір сол келесі сұраққа да көшеміз. Енен ұзақ, неге десеңіз, бірінші жауап, ол өте ұзақ, талдап. Бірінші рет, бұл осы біздің көрермендеріміз осыны түсіну өте маңызды біз үшін. Олар түсінсе, онда қолдайды бұл идеяны. Неге десеңіз, қазір қойыңдар, тиіспеңдер ұбытыға 22 жыл біздің көмегіміз болды. Біз сынға тартқанда біріншіміз, қорғағанда біріншіміз, аямаймыз өзіміз. Сынға тартқанда аямаймыз, қорғағанда аямаймыз. Жамандағанда аямаймыз, қорғағанда аямаймыз. Бірақ маңыздысы, біздің жоғары оқу орындарымыз осы жаңа тест арқылы, осы жаңа кешенді құрал арқылы айқындай алады. Мына бала нағыз политехқа керек бала. Неге десеңіз, бұл тест тек қана пәндік білімді емес, сонымен бірге тұлғалық қасиеттерді, креативті ойлау білу, академиялық жазу, зерттеу қабілеті бар ма жоқ? Көп адамдарда жоқ, мысалы, зерттеу қабілеті. Креативті ойлау білу қабілеті бар ма? Цифрлық сауаттылығы бар ма? Жасанды интеллектпен түсіне алады ма? Жұмыс істей алады ма? Сондай түрлі басқа пәндік білімнен тыс керемет көп ақпараттарды береді. Сонда жоғары оқу Сәтбаев университетіміз айтады, мынау нақты инженер, болмысымен инженер. Пәндік білімі де келіп тұр бізге, болмысымен, өзінің ынтасы, өзінің характері, ішкі табиғаты инженер бол. Осында инженер керек бізге. Неге десеңіз, біз инженерлер дайындайтын жоғары оқу орнымыз. Бізге инженерлер керек. Мықты инженер келсе бізге, одан да бетер мықты инженер болып шығады. Ал кейбір адамдар барады политехке, ол тек оқып шығады да басқа кетеді. Қазір әртістер де бар, политехті бітірген. Дос Мұқасан бар. Есіңізде ме? Мына Дос Мұқасан туралы кино шықты ғой, керемет түсірілген фильм. Сонда ректор шақырып алып Досым Сүлейев ағамызды. Сен мықты мамансың, сен Мәскеуге міне дайындап қойды, квотан тұр, аспирантураға бар, қой мына музыканы. Сосын ол қатты есіңізде ғана, балалар ренжіп, қалай сен біздің музыканы тастап. Сонда деканы бар жанында, ректор бар, екі жақтан, сен мықты инженерсің, сенің білімің қандай мықты, зерттеуге, наука, ғылымға қандай құштарлығың бар, күніне саған квотаны жасап Мәскеуге. Есіңізде ме ол сосын әйтеуір ғылым жолын қуып Мәскеуге кетіп қалады, сосын олар ренжіп бір-біріне ол фильмде де көрсетілген. Бірақ көрдіңіз бе, адамның табиғаты университетке түскеннің алдында түсіну керек. Баланың өзі де, ата-аналарға да бұл үлкен көмек болады, ата-аналар да қатты қиналады. Мен мынау қазір жазда мағам телефоным жарылады кәдімгідей. Бүкіл таныс жақындарым, туыстарымыз бәрі звондайды, ойбай сен министрсің ғой. Міне баламыздың 11-ші класста не істейміз, қайда барасың, қай мамандық, қай университет, мына сендердің пәле ашылып жатқан филиалдардың қайсысы дұрыс бізге.
мен жалғыз адаммын ғой, мен қанша қолымнан келгенше айтыр, мына жерге барыңыз, мынау былай, бірақ ол жүйелі құрал жоқ. Сондықтан мына қазір кәсіби профориентатор деген бәле бар. Кәсіптік бағыттаушылар. Оларға да бір не керек? Ол керекте өзінің бір тестін жасайды. Міне, өте керемет оларға бәріне, сосын оларға да үлкен көмек болады. Сондықтан бұл жерде ата-аналарға да, осы нарықта жүрген қазір кәсіптік бағыттаушылар, түрлі коучтар қазір шықты ғой, консультанттар, оларға да үлкен көмек болады. Баланың өзіне көмек болады. Жоғары оқу орындарымызға көмек болады. Сондықтан осы түрлі себептерден біз осындай жаңа тестті жасақтауға шешім қабылдадық. Дұрыс екен, қарап отырсақ, осы білім саласындағы біраз мәселені шешіп тастайтын сияқты. Жаңағы алдында әдемі мысал келтірдіңіз, соны қайтадан тоқталып кеткім келіп отыр. Үнемі көпті мазалайды, әлі күнге дейін қоғам мазалайтын сұрақ қой, мысалы, жаңағы өзіңіз мысал келтірдіңіз. Озат оқушылар кейін уақыт өте келе ересек жасында нақты бір үлкен жетістіктерге жете алмайды, немесе бай тұра алмайды да, сабақ нашар оқыған, бірақ басқаша мінезді адамдар табысты болады. Осыған бір жауабын қазір алып отқан сияқтымыз, сондай бір керемет бір өзіне бір мәлімет, қызықты мәліметке ие болып отырмын. Ендігі сұрағым, мына осы тестті кімдер жасап жатыр? Жалпы бұл тест, мына қазіргі күні қолданылып жүрген жаңағы атақты SAT, ECT деген сияқты тесттердің көшірмесі бола ма, жоқ басқаша бола ма, бейімделген түрі бола ма? Керемет сұрақ. Мен айтып кеткенімдей, қазіргі таңда дүние жүзінде, әлемде өте үлкен революция басталып жатыр. Бұл бағалау ғылымының революциясы. Негізгі тестілеу жүйелері шыны керек 40-50 жылдарда жасақталған. Мына multiple choice дейді, A, B, C, D. Осындай сұрақты қалай ойлайсыз? 1975 жыл, 1973 жыл. Ол бір жақсы нәрсе, адамның көп ақпаратты қорытып, сол ақпаратты есінде сақтау білу қабілетін жақсы айқындайды. Енді былай қарасаңыз, бұл біздің білім беру жүйесінің көрінісі. Жалпылама тілмен айтқанда, білім беру жүйесінің мақсаты қандай? Қазіргі таңда өкінішке орай адамды бірнеше жылға жауып тастау. Армия секілді ғой, әскери принциппен жасалған. Бұл бірінші, екінші, үшінші индустриалдық өндірістік революцияның нәтижесінде шыққан. Міне заводтар, үлкен заводтар ашылды, өндірістік революция. Енді көп адамдарды біркелкі оқытуға тура келді. Сол бір неге десеңіз, өндіріс не? Ол стандарт. Бәрі стандартталған. Мына жақтан шикізат кіреді, мынау былай. Сол стандарттарды түсінетін армия секілді ғой, әскер секілді. Әскерге барасыз, сіз әскерде болып педіңіз, сол мен де болдым, барасыз әскерге, мен лейтенант запасы. Олар айтады, сен көп ойлама, балақай. Міне келдің бе, мына жерде бірінші устав, мына ережені, мынау былай болады, сен өмірінде сені артық көп ойлауға керегі жоқ саған. Мына жерде былай, мына уставта былай жазылған, мына жерде былай, таңертең тұрамыз, барамыз, анаға былай, қайту, отбой. Мына жерде былай, әр нәрсе белгілеп регламентқа, стандартқа салынған. Яғни біздің қазір ойлау білу, білім жүйесі де кішкене сол әскери принциппен құрастырылған. Ол сол 19-18 ғасырлардан басталған, Европа елдерінде, мектептерден, сосын университеттерден, сосын Hochschule немістердің профтех кәсіптік мектептерден, ПТУ ғой бұрынғы. Ол біркелкі балаларды әкеледі, біркелкі оқытады. Мағынасы не? Балаларға сол көзделген уақыттың ішінде белгілі ақпаратты беру. Бірдей, бір қалыпты. Бір оқулық, стандарт, бәрін бірде оқытады. Негізгі бағалау қандай жүйесі? Міне мен берген ақпаратты бұл бала қаншалықты есінде сақтап қалды. Сол ғой. Бүкіл біздің бағалау жүйеміз жазба жұмыстары, шығарма жұмыстары, сосын кім тақтаға шығады? Кім сабақ айтады? Мен отличник болған, апай, мен бірінші отырған, апай, саясат қой, апай, мен тақтаға шығады. Тақтаға шыққан оқушының негізгі мақсаты не? Ұстаздың, мен дәрісті бердім, ол барып үйінде соны жаттады, шыққанда, отырып партада, екі қолы қалтада, сол мен берген мәтінді, мен берген ақпаратты қаншалықты бұл есінде сақтап, маған айтып бере алады. Сол ғой. Бүкіл біздің жұмыстарымыз, жазбаша жұмыстарымыз негізі сол ғой. Бір мәтін беріледі, оны қаншалықты мен жаза аламын, немесе берілген ақпаратты қаншалықты мен есте сақтап, не істей аламын.
онда біздің мына қазіргі ұбт-ның өзінің мақсаты сол. 11 жылдың ішінде бұл бала оқытылды тарих пәні бойынша, мысалы орта ғасырлар, жаңа тарих, ежелгі тарих, тас дәуірі, қола дәуірі, сол бірнеше негізгі фактілер бар. Сол фактілерді 3,5 сағаттың ішінде нақты белгілеп айтылады ма? Мына қола дәуірінде талас шайқасы, осындай міне. Ол, значит, сонымен бітеді. Значит, ол бұл заманға жеткіліксіз болып тұр ғой. Значит, 11 жылдың ішінде более-менее жақсы оқыды, сол есте сақтады. Соңғы 1,5 жылды жақсы дайындалды. 2 жыл жақсы дайындалды. Солай ғой. Сол бүкіл 11 жылды қайталап жүйеге келтіріп дайындық олтырықтар репетитор жалдайды. Мен енді қатты ренжітуі мүмкін көп адамдарды қазір. Бірақ бұл жүйе жеткіліксіз қазір. Жеткіліксіз, бітті. Дұрыс айтасыз. Неге десеңіз, ол бала сосын өмірге шығады, өмірде ондай регламент жоқ. Бұл жерде көп ақпарат бар. Ол ақпаратты жаттығу немесе ол ақпаратпен жұмыс істеу мүмкін емес. Мүмкін емес. Қазір мына біздің телефонымыздың ішінде адамның өмірі жетпейтін ақпарат бар. Бүкіл ақпарат бар. Енді басқаша миыңыз дұрыс жаттықтырылды ма? Сіздің ойлау білу қабілетіңіз дұрыс қалыптастырылды ма? Менің мысалы мына министрлікте күнде ұрысамын мен өз нелерімде, адамдарыма, қызметкерлеріме. Олар біледі, ой, мына ұрыса береді. Неге десеңіз, неде ұрысасыз? справкалар дайындаймыз ғой, мына ақпарат, мен айдамай, мына ақпарат дұрыс емес, бір жүйе болу керек. Мынаны былай негізгі ой қандай? Не айтқыңыз келеді мына ақпаратпен? Мына мысалы айтамын, мына жатақханалардың саны осынша. Жақсы айт, неге тапшылық бар? Ол тапшылықты қалай жойдыңдар? Соны көрсетіп, талдап, бір жүйеге келтірмейсіздер ме? Жүйе жоқ. Неге десе, адам мына жерде жүйе болмаған жағдайда оны ешқашан жасай алмайды. Қазіргі таңда көбінесе адамдар өндірісте де істемейді, қайда істейді? Офисте, бәріміз офисте істейміз. Ал офисте істейтін біздің негізгі қабілетіміз не болу керек? Ақпаратпен жұмыс істеу. Ақпаратты қаншалықты біз қорыта аламыз? Ақпарат өте көп, неге десеңіз. Ақпаратты бір қаншалықты жүйеге келтіре аламыз. Ақпаратты қайда сақтай аламыз. Мысалы менің қызметкерлерім қатты не істейді? Таңғалады. Бүкіл менің өмірімдегі бүкіл ақпаратым бір жүйеге келтірілген. Қанша миллиондаған файлдарым болса да өзінің бір менде бәрі талдап бір жүйеде жатыр. Міне менің жеке ақпараттарым, мына тақырыпқа ақпараттарым, кез келген ақпаратты мен бірнеше секундтың ішінде таба аламын. Бәрі. Сосын бұлтты ғана Google деген Google Drive, бұлтымда менің қазір 10 терабайтым бар. Сол 10 терабайтының бәрі телефонымда кез келген жерінде мен өзімнің бұлтыма кіріп керекті ақпаратты сақтай аламын. Бұл өте маңызды қабілеттер. Сондықтан біз ойландық, бізде ондай ғалымдар бар ма? Тестолог деген, тестология деген үлкен ғылым, өз бетімен бағалау, ассессмент. Ол жақта кәдімгідей PhD жазады, зерттейді оны. Айтып кеткенімдей қазір нейробиология, нейрофизиология, адамның ойлау білу қабілеті, миы қалай жұмыс істейді. Тереңдетілген сұмдық үлкен қазір ғылым дамып кеткен. Өкінішке орай Қазақстанда дамымаған. Іздедік, бар мықты мамандар, бірақ бірен саран екіншіден жүйелі бір мектеп, ғылыми мектеп қалыптаспаған. Оны мойындауымыз керек. Менің ғылым жаңа тест енгізілетін болса, тест әзірлеушілер керек болады. Әзірлеушілер жарайды. Бізде қазір тестологтар бар. Олар сізге тест сол ескі пішінімен, ескі әдістемемен тест құрастырылады. Ол қанша 100 сұрақ керек пе, 10,000 сұрақ пе, бірақ сол жаңа тестті жаса, оның психометриялық әдістемесін тексеру, оның ішкі логикасын тексеру, қаншалықты бұл тест адамның шын мәнінде ойлау білу қабілетін өлшей алатын, өлшей алмайтын, ол кәдімгі үлкен бір әдістемелік кешен, ғылым. Сондықтан біз шетелдік қарадық, кім осындай нәрсемен айналысады, кім ең мықты тест жасайтын компаниялар қандай. Бір 10 шақты компания бар екен. Голландияның Ситосы бар, британдықтардың British Council'дары бар, американдардың Axels деген үлкен американдық кеңесі бар. Бірнеше осындай мықты компаниялар бар. Бірақ Parsons, Pearson, бірақ ең мықтысы ETS деген компания болып шықты. Education Testing Services, 80 жылдық тарихы бар. Американың мықты компания. Бұлар енді немен атақты, бұлардың аттары қалай шыққан? SAT деген тест жазған осылар. Сол тестті құрастырып, қазір соңғы 40-50 жылда SAT-ге негізгі сол мектеп бітірушілердің тесті, ол ACT, ол американдық тест, SAT дүние жүзінде ең мықты университеттер сол
тесттің негізінде қабылдайтын жүйені жасап шыққан бұл кісілер. ETS деген компания. GRE деген бұл магистратураға түссеңіз, Graduate Record Examination, магистратураға түссе, мен өзім тапсырғам уақытында. SAT тапсырғам, SAT тапсырғам, GRE тапсырғам магистратураға түскенде. Сонда осындай мықты нелерді. Және TOEFL деген тест бар ғой, TOEFL. Сол негізгі IELTS пен TOEFL екі негізгі жүйе. Сол TOEFL жасап шыққан кісілер, ETS компания. Сондықтан тест жасайтын ең мықты компаниялардың біреуі. Бардық олармен таныстық, сөйлестік, қызық болды. Мен жаңа тағайындалған министрмін 22-ші жылы, 23-ші жылы Лондонға бардым үлкен конференцияға. Сонда жаңадан тағайындалған сол компанияның басшысы Amit Sevak деген кісі. Таныстық, мен ETS-ке жаңа тағайындалдым, мен де министр жаңа тағайындалдым, сөйлестік. Мен айттым, Amit, мен осыны қатты ойлап отырмыз, сізбен жұмыс істейік. Бізге тест жасайтын бір мықты серіктес керек. Сол жылдары бастадыңыз? Сол жылдары сөйлесуге бастадық ол кісілермен. Сосын бір бізде Нұрсейіт Байжанов деген біздің әріптесімізді жібердік бір жылға болашақпен сол жаққа барып, сіз қарап, осы кісілермен танысып, олардың ішкі методологияны үйреніп, келісіп, зерттеңіз бұларды. Кәдімгідей зерттеді біздің әріптесіміз. Үлкен атақты Принстон университетінің, Принстон қаласында сол университеттің жанында үлкен кампустары бар. 2000-нан астам PhD докторлары тек қана тестілермен айналысады. Бітті. Тек қана сол тестілеу, бағалау, ғылыммен айналысады. Отырады, түрлі талдайды, өздерінің зерттеу институттары бар, мықты. Ең осы салада қандай мықты мамандар бар, солардың бәрін жинап алған. Отырып, сол тек қана сол зерттейді ғылымды. Сосын ақырындап солармен біз келіссөздер жүргізуге бастадық. Былтыр президентіміз Нью-Йорк қаласына барғанда сол Amit Sevakты таныстырдық. Айттық, президент мырза Қасым-Жомарт Кемелұлы, осындай ең мықты компания, батаңызды берсеңіз, біз осылармен бастап кетейік. Президент қолдады, солармен келісімшартқа қол қойдық. Келісімшарт басында біз ойлағанбыз, көп ойладық біз. SAT тәрізді бір дайын тестті алып, соның бір бейімделген версиясын жасай аламыз ба? Немесе ұбт-ны алып, сол ұбт-ны бір жасақтап, толықтырып, соны бір жасаймыз ба? Бірақ көп ойландық біз, кәдімгідей көп ойландық. Сонда бір нәрсеге көзіміз жетті, жоқ. Мүлдем жаңа тест керек. Мүлдем айтып кеткенімдей. Сондықтан бір жарты жылдай бұл кісілер келіп, өте мықты команда құрып, біздің біріншіден ұбт тестімізді бүкіл негізгі тестілеу жүйелері, ACT тәрізді, PISA, TIMSS-тің үлкен халықаралық зерттеулер бар. Солармен салыстырды. AP Advanced Placement деген ақш-тың бағдарламасы. Солармен бәрімен зерттетті. Айттым, ұбт шын мәнінде келмейді екен. Болды, оның моральдық, айтады ғой, орысша моральный устаревший, яғни оның қазір күші жетпейді. Мына жаңа проблемаларға күші жетпейді, бағалау күші жоқ. Оның әдістемесі 20-30 жыл бұрын жасалған ескі сол бір тұтас стандарттырылған білім жүйесіне жұмыс істейді, бірақ қазір күші жетпейді. Заман талабына сай емес, қазақша айтқанда. Сондықтан біз олар басында айтты, мынаны жасайық, мынаны біз жоқ, онда мүлдем басқа жаңа тест жасайық. Сондықтан мына қазір бірнеше айдың ішінде үлкен топ келіп, бізде үлкен қазір далалық зерттеулер жүргізді. 4000-нан адаммен сөйлесіп шықты, кәдімгі сұхбаттасып шықты. Бізде бір 60-тан астам нақты бір сұхбаттар жүргізді. Оның өзінің әдістемесі бар. Олар бірінші келеді де зерттеу жасайды. Бұл тест қандай проблемалар шешу керек, қандай талаптар бар, қандай тапшылықтар бар. Нақты мысалы мына филиалдармен бәрімен кездесіп шықты. Кардифке барды, айтты, міне сіздер Қазақстанда 2-ші жыл жұмыс жасап жатсыздар. Қабылдау үшін не керек сізге? Қандай қабілеттерді айқындауыңыз керек? Сізге мына тесттің форматы қандай болу керек? Қалай ыңғайлы? Сондай бәрін бірінші осындай бір алғы шарттарды айқындап, сондай зерттеу шықты. Сосын бірнеше кездестік олармен біз отырып, олар айтады, мынандай варианттар бар. Бір нәрсеге келісіп отырмыз. Бірінші, бұл пәндік білімді айқындайтын тест, AIT, Admissions Insight Test. Бірақ сонымен қатар модульдік принциппен, сондықтан өте икемді. Модульдарды қоса аламыз. Мысалы, адамды толық өлшеу керек болса, міне пәндік,
міне екінші модуль сыни ойлай білу, үшінші модуль академиялық жазылым, төртінші модуль зерттеу немесе соның ішіндегі тағы да бір модуль креативті ойлай білу, тағы да бір модуль оның цифрлық сауаттылығы, жасанды интеллект сауаттылығы. Яғни икемді бір нәрсе. Мысалы Кардиф университеті айтады, маған инженерлерді қабылдағанда маған мына пәндік білімі керек, маған оның креативті ойлай білу керек, және жасанды интеллект, цифрлық сауаттылық, жазылым немесе зерттеу. Ал мысалы мен гуманитарлық бір пәнге қабылдағанда пәндік, креативті мынау ғана құрақ көрпе секілді оның құрылымы және модульдік принцип өте үлкен икемділік береді. Соған біз жалпы принцип ретінде келісіп отырмыз. Енді тағы да маңызды нәрсе, бұл тест адамға толық тұлғалық қасиеттері мен білім қасиеттерінде толық картинасын береді. Менің пәндік білімім жақсы, бірақ мысалы менің коммуникациям әлсіз. Мен жақсы өз ойымды жеткізе алмаймын. Ол нақты айтылады. Яғни немесе мен коммуникациям өте керемет, бірақ зерттеу қабілетім әлсіз. Яғни адамға толық осындай бір сараптама береді. Сондықтан бұл жаңа тест болады, маңызды бір нәрсе, қорытындылай келе, бұл жаңа тест болады. Бұрын ондай көп шетелдік тәжірибенің өзінде, әлемдік тәжірибенің өзінде де ондай тесттер аз қазір, немесе көбінесе сондай стандарттартылған тесттер. Бұл тест ең соңғы осы бағалау ғылымда болған әдістемелерді, әдістерді өзінің бойына қорытып алады. Мысалы, тек қана тест емес, оның ішінде бір қысқаша сұрақ-жауап, қысқаша бір мәтіндер. Мысалы, шетелдік тесттерді тапсырған адамдар, біздің мына көрермендеріміз біледі. Мен өзім IELTS-ті тапсырдым, TOEFL-ді тапсырдым, GRE-ді тапсырдым, ACT-ді, SAT-ді тапсырдым. Ол жерде түрлі-түрлі, ол тек қана ABC деген жоқ ол жерде. Мына қысқаша мәтінді оқыңыз, осы қысқаша мәтіннің негізгі идеясы не деп ойлайсыз. Яғни бұл жерде мені тереңдеп кетеді ғой. Жоқ, нақты жауап жоқ. Мен өзім жауапты жаратуым керек. Мен өзім талдап, ойлап, сонда бұл тестілер адамның мына ойлай білу қабілетін нақты түсінеді. Бұл адам оқи алады, түсіне алады, өзінің пікірін қалыптастыра алады. Мен пікір білдіру керекпін. Мен автордың мына мәтіннің несі, автормен келіспеймін. Меніңше оның айтқан сөзі дұрыс емес. Менің моральдық принциптерім келмейді. Немесе мен өз пікірімді білдіремін. Ал өмірде сол. Өмірде сізге дайын жауап болмайды. Өмірде сіз өз пікіріңізді айта білуіңіз керек, өз пікіріңізді қалыптастыра білуіңіз керек. Керек болса, өз пікіріңізді қорғау білуіңіз керек. Солай ғой? Солай. Мықты маман ол жоқ, деп отыратын адам емес. Ол бастығына келіп айтады: бәсеке, мына жерде дұрыс емес. Мен қарап шықтым, сараптадым, талдадым. Мінекейіңіз, мынаны қазір шешім қабылдасақ, ақша жоғалтамыз. Бизнес моделіміз дұрыс емес, қаржы моделіміз дұрыс емес. Сосын адамдар ренжиді бізге. Саяси қауіп-қатерлерді ойлауымыз керек. Мынаны былай жасасақ, өмір өте күрделі нәрсе, факторлар көп. Онда біртіндеп қоғамдық жүйе де өзгере бастайды. Сондықтан бұл тест біздің пікірімізше, және де бірнеше сарапшылар, шетелдік сарапшылардың пікірінше өте керемет бір жаңа модельді, жаңа тұрпатты бір кейс болайын деп тұр. Оны қазір дұрыс енгізіп көрсетсек, көп адамдар қазірдің өзінде қызығып жатыр. Жақында ғана Elsevier деген үлкен ғылыми ұйымының басшысы келді, кәріс кісі. Сол кісі айтады: мен естіп жатырмын, уже ақпарат шығып жатыр екен. Осылай ETS-пен сіздің министрлік арнайы келіпті Қазақстанға. Бірігіп, осындай не жасап жатсыздар, тест жасап жатсыздар. Бұл керемет бастама. Сіз әлі өзіңіз түсінбей жатсыздар. Қазіргінің өзінде негізгі тестілеу жүйелер, SAT болсын, олар ескіріп жатыр. Сіз осы эксперимент дұрыс болған жағдайда, ұлттық деңгейінде дәлелденген жағдайда үлкен жаңалық болайын деп тұр. Бұл бүкіл дүниеге бір жаңа формат, жаңа модель шығайын деп тұр. Және де соңғы нәрсе, бұл жерде жасанды интеллект элементтері қолданылады. Мен бұрын сенбеуші едім. Мен жасанды интеллект енді аяққа тұрып жатыр, енді пісіп келе жатыр. Бірақ адамды бағалауда керемет үлкен бір дәлдік береді екен. Мен өзім бірнеше жасанды интеллект көмегімен жасақталған тестлерге алдым, өз балаларымды не істедім.
сұмдық енді, астапыралла. Клод деген пәле бар қазір, жаңағыдай ең мықты алгоритмдердің біреуі. Соған мен бір арнайы бір әдістеме бар, жазып, міне мен Саясат Нұрбекпін, осылай біз сізбен жұмыс істеп жатырмыз. Менің ішкі бүкіл табиғатымды, олқылықтарымды, тұлғалық қасиеттерімді, осындай нелерімді бәрін жазып беріңізші деп, анау маған талдау жасағанда мен бетім құладым енді. Әйеліме көрсеттім, айттым, міне қарашы. Кәдімгідей қорқып кеттім. Менің ішкі дүниемді, дүниетанымды, қорқуларымды ең терең ешкім білмейді, ананың бәрін ашық айтып жатыр. Ой, Саясат мырза, меніңше сіз мына жерден былай қорқасыз, мына жерде сізді іштей қорқатын осындай үрейіңіз бар, мына жерде сіз былай көрсетесіз, былай айтасыз, неге десеңіз мына жақтан қорқу. Ең мықты психиатр, ең мықты психологтардан да бетер талдап берді, кәдімгідей сұмдық талдап берді. Әлі мен оны сақтап қойдым да айттым, мен құрысын бәлеге, құрысын. Сондықтан қазір осы жасанды интеллект бере алатын артықшылықтарды осы тесттерде де қолданылатын болады. Кейбір компоненттер автоматтандырылған болады, бірақ толыққанды жасанды интеллектке билікті берген жоқпыз. Адамның апелляцияда сақталады, адамның рөлі меңгеру. Сондықтан тық-тық міне SAT-де бірақ күтеміз, ол халықаралық сенім. Ол да өте маңызды. Бұл халықаралық ең мықты тест жасайдың компания, біздің тестілеушілердің 30 қазір адамды дайындап отырмыз. Олар болашақпен барады, оқиды, бүкіл сол әдістемелер оқытылады, оларға ең соңғы ғылыми форматтар беріледі, сертификациядан өтеді. Қайтып келгенде біз өзіміздің сол бағалау ғылымының үлкен бағыттың ашатын боламыз. Бұл да өте маңызды, бұл жобаның бір үлкен маңыздылығы. Ол тек қана барып тест сатып алмаймыз біз. Сізге жасап беріңдер, ақшаны төлейміз, бізге тест беріңдер. Ол тест ескіріп кеткенде тағы да барамыз, тағы да сатып аламыз. Бұл яғни дайын бір өнімді сатып алу емес. Бұны да дұрыс түсінуіміз керек. Бұл серіктестік, ең мықты компания бізге үйретеді тест жасауды. Сосын біздің сарапшыларымызбен бірігіп, сол әдістемені бақылап отырып, сапасын бақылап отырып, және тестті жазып шығамыз. Бірлесіп жазалады. Бірлесіп жазылатын нәрсе. Ал мына біздің оқытылған адамдар, әріптестеріміз келіп, сосын сол білімдермен бөліседі. Оларда арнайы сертификат болады. TOT деген ұғым бар, Training of Trainers, Teaching of Teachers деген. Яғни, олар сосын өздерінің шәкірттері пайда болады. Мақсатымыз, үмітіміз бағалау ғылымын дамыту Қазақстанда, assessment. Оны бөлек оқытатын адамдарды сертификация бағдарламаларды шығарып, бірнеше кафедраларды ашып, мықты университеттерінің, педагог университеттерінің негізінде бөлек мамандықтарды ашу, assessment деген. Еңгесіз тест жасайтын мамандар өте аз бізде. Жаңаша жасайтын, жаңаша ойлайтын, бұл айтып отқанымдай үлкен бір ғылым. Ақырындап докторантураны ашатын боламыз. Осы жобаның аясында өзіміздің докторларымыз пайда болады. Осы assessment бағыттың аяққа тұрғызып үлкен бір жаңа бағыт. Бұл өте маңызды. Неге десеңіз, қазір тек қана білім жүйесінде емес, кез келген үлкен компанияларда, кез келген корпорацияларда, кез келген өндірісте негізгі сұрақ қандай? Басшысының ең қататын мен жұмысқа қабылдағанда, немесе қазір оқытылып, мына бала не біледі, мына кісі не біледі, мына менің болашақ қызметкерлердің шын мәнінде де бар ма қабілеті, шын мәнінде де икемділігі бар ма, шын мәнінде табандылығы бар ма? Мен қайда біледі? Резюме деген ол тест секілді, біздің ОБТ секілді, сізге керемет, бәрі жазып қойып, мында істеген, мынаны біледі, ананы біледі. Қайдан білесіз? Қағаз. Сосын қанша біз өкінеміз, келеді қағазда керемет, ойбай, 15 жыл тәжірибесі бар, келсең, кешіріміздер қолынан келмейді. Сосын ана қиналасың қанша. Сондықтан бұл тестілеу ғылымды әдістемесін Қазақстанға әкеліп, негізгі осы AIT-ді бәрін жасақтап, шықтап, оны үлкен нарықта ашылады. Басқа елдерге де, сондықтан бұл үлкен жоба. Ол тек қана бір тесті барып сатып алу емес. Бұл тестілеу ғылым бағытын ашу Қазақстанда. Бұл тест мына бүкіл біздің шетелдік университеттерге, басқа да филиалдарға, өзіміздің университеттерімізге сенімді береді. Неге десеңіз, ITS деген ең мықты компаниясының сапасының бір кепілі болады. Яғни AIT бойынша жаңағы тест тапсырған түлек болатын болса,
шетелдіктер қабылдайды, күдіксіз айтады, ой, мынау ETS бірлесіп жасаған ETS-тің міне сапаның мөрі болған тесті болса, онда қуана қабылдаймыз біз. Жақсы. Яғни тағы да бір маңызды не? Осы AIT-ді біз дұрыс енгізіп ала жазса, біздің отандастарымыз тапсырған жағдайда шетелдік университеттерге де түсуге мүмкіндіктері болады. Шетелдік университеттер яғни бұл әлемдік деңгейде халықаралық бір тест болуға тиіс. Енді кез келген ата-ананың жаңағы келешекте перзенттер оқу орнына түсуді жоспарлап отырған ата-аналар осындай жаңалық болатын кезде жаңалықты үркек қабылдаймыз. Уайымдай бастаймыз, мазасыздана бастаймыз. Сондықтан көпшіліктің көкейінде қазір ол мына жаңа әзірленіп жатқан тест қашан қолданыла бастайды деген сұрақ мазалайды. Енді біз айтып кеткенімдей, бірінші ОБТ-ны аямай сабадық. Ойбай, ОБТ дұрыс емес, сұрақтары сапасыз, қазақша мен орысша нұсқалар келмейді, бір есі дұрыс емес, бір логикаға жатпайтын бір сұрақтарды құрастырған, бұл осы министрлік, ұлттық тестілеу орталықтарды бір сұмдық адамдар, бәлеқорлар, оңбағандар. Сосын бір жаңалық шықты ма, жаңа тест қойыңдар, ОБТ-ға тиіспеңдер. Біз түсінеміз, біз өте жауапты сондай ұстанымымыз бар. Әрине бірден ауыстыруға біріншіден орта білім жүйесі, оның мазмұны сәйкестендіруіміз керек. Бірден мысалы сен оқымаған нәрсені сұрасаңыздар. Сондықтан біріншіден 3 жылдық саты-сатымен өзіміздің ұзақ мерзімді жоспарымыз бар. ОБТ мысалы былтыр шықты ғой жаңалық. Жаңа тест ОБТ болмайды, оңбағандар. Жоқ, міне биыл ОБТ-ны дәстүрлі өткізді. Келесі жылы да ОБТ дәстүрлі өтілетін болады. 27 жылы, келесі жылы ала жазса, мына бүкіл зерттеулерді өткізгеннен кейін пилоттық форматта мына жаңа тестті біз өткізетін боламыз. Пилоттық форматта. Неге десеңіз, оны біз толыққанды тексеруіміз керек бұл тестіні. Ол сұрақтар дұрыс құрастырылған ба? Адамдар қалай қабылдайды оны? Қалай қабылдайды? Сынақ түрінде өтеді ғой. Кәдімгідей тест, бірақ параллельно дейді ғой орыстар, яғни орысша. Бұл тест ОБТ өтеді дәстүрлі түрде, бұл пилоттық форматта өткізіледі. Пилоттық форматта өз еркімен адамдар, талапкерлер таңдау мүмкіндігі болады. ОБТ міндетті, дәстүрлі жылдағыдай, мұны еркін түрде, мысалы, көбінесе филиалдарға түсетін балаларға беретін боламыз. Оны біз тексеріп аламыз керек келесі жылы. Толыққан тексеріп аламыз. Кез келген біз жаңа құрал жасайсыз ғой. Оны не істейді? Жаңа құралды, жаңа машинаны, жаңа кез келген қару жарақты баратта оны атқызады, жүргізеді, батырғызады, балшыққа лақтырады, сынақтан өткізуіміз керек. Пилоттық форматта. Ол шын мәнінде дұрыс жасалған ба, адамда балалар дұрыс қабылдайды ма, қиналмайды ма, формат басқаша. Айтып кеткенімдей, тек қана пәндік білім емес, енді қосымша осындай модульдік принципімен сыни ойлай білу, креативті ойлай білу, зерттеу қабілеті, цифрлық сауаттылық, жазылым, дұрыс жазылады ма, дұрыс ойлайды ма, сондай басқа да тұлғалық қасиеттерді тексеретін боламыз. Ал келесі жылы бәрін тексеріп алып, бәрі дұрыс болса, сынақтардан өтіп, оны сосын ең мықты мамандар бізде де ол кезде бізде барып оқып келеді, алла жазса, қайтып келеді біздің әріптестеріміз, олар да қосылып кетеді. Сол ETS-тің ең мықты мамандарын берді бізге. Жай былай төмен деңгейде қызметкерлер емес, мысалы, зерттеу институтының басшысы жүр бізде, солардың негізгі тестілеу зерттеу институтының басшылары, ең мықты, ең тәжірибелі, 20-30 жыл осымен айналысқан мамандар келді бізге. Амит Севак сөзінде тұрды, біз келіскенде, мен былтыр барғанда, соңғы үйіне шақырып, ол кісі Вашингтонда айтты, мен дейді, бұл жоба менің үшін де өте маңызды. Ол да жаңадан келген басшы ғой. Менің абыройым, былай қарасаңыз, мен ең мықты сізге сөз берем, министр мырза, ең мықты біздің тәжірибелі мамандарымызды осы жобаға қосылып бізге жасайды. Сондықтан ең мықтылары қазір пилоттық жобаны бәрін тексеріп, қандай не жұмыс істемеді, не дұрыс қабылданбады, оның бәрін тексергеннен кейін 28 жылдан бастап, алла жазса, бәрі дұрыс болса, онда бірге жүргіземіз бұл тестті. Таңдау, ОБТ-ны таңдай аласыз. Және де ОБТ жалғасады. Бұл жаңа тест толыққанды бәрі біздің қоғамымыз қабылдап, талапкерлеріміз қабылдап, сәйкестендіріп, сол кезге дейін
жүреді. Сондықтан бұл кемінде 3 жылдық сондай ұзақ мерзімді өзіміздің стратегиямыз бар. Сондықтан ата-аналарға, талапкерлерге осы біз нақты министр ретінде үндеуіміз, уайымдамаңыздар, біз бәрін түсінеміз, біз жауапты министрлікпіз, бәрін қабылдаймыз. Сондықтан бұл осындай саты-сатымен, адым-адыммен жүргізілетін процесс болады, уайымдамаңыздар. Сосын міне былтыр да, биыл да ашық бәрін жариялап, ашық айтып отырмыз. Бірнеше рет кездесіп түсіндірдік. Мынау былай болады, сөзімізде тұрдық. Еш нәрсе өзгерген жоқ. Былтыр да өткіздік, биыл да өткіздік. Сондықтан уайымдамаңыздар. 3 жылға дейін уайымдап қажет жоқ екен ғой. Бірақ әр прогресс, әр сатыда пилоттық жобаны бәрін түсіндіріп отырамыз, пресс-конференциялар беріп отырамыз. Мінекейіңіз, мынау былай болды, мына жерде былай болды, келесі жоспарымыз осылай болады. Уайымдамаңыздар, бәрі ашық түрде, жариялап түрде, саты-сатымен 3 жылда осындай процессмен жалғастыратынымыз бұл жоба. Жақсы. Енді осы EIT емтиханы қалай өтеді? Оның құрылымы, тапсырма түрлері, ұзақтығы, тапсыру орны деген сияқты. Ондай техникалық сұрақтарға әзірше бүгінде ондай нақты жауаптарымыз жоқ. Неге десеңіз, бұл әлі пысықтау сатысында. Қазір сол ITS-тің әріптестерімізбен біз отырмыз. Енді бір айтып кеткенімдей, бірнеше модульдан болады, сондықтан ыңғайлы. Мынандай да болуы мүмкін, жоғары оқу орындары өздері талаптарды қояды. Міне, негізгі пәндік және 3 модуль, немесе 2 модуль. Бала да өзі тапсырады, басқа қарайды, маған міне негізгі модуль және қосымша 3-4 модульмен. Бірақ әлі ерте, оны айтуға шын мәнінде де ерте. Оны пысықтап жатырмыз. Сондықтан мына тесттің өзінің форматы, ішкі құрылымы, ұзақтығы бәрі айқындалған жағдайда біз пилоттық жобаны келесі жылы бастаймыз. Сол пилоттық жобаның алдында үлкен пресс-конференция жүргіземіз, түсіндіреміз. Мінекейіңіз, жаңа тест құрастырылды, пилоттық жобаны бастап жатырмыз. Мына тест осындай болады. Сондықтан қорықпаңыздар, қосымша толық ақпарат берілетін болады. Шынында да еліміздің мемлекеттік ауқымда жүзеге асқалы отырған үлкен бір шара негізінде мына жоба. Өте маңызды. Міне есіңізде болса, мен 99 жылы жоғары оқу мектепті бітіріп жоғары оқу орнына тапсырғам. Сонда ең бірінші жыл осындай стандарттардан тест өткізген. Есімде бәріміз жиналып Семейде, Шәкәрім университетінің, технологиялық университет, үлкен ғимарат, бәріміз жиналып сол жақта не болады, қалай болады, бәрімізді бір нелегі сыныптарға отырғызып тапсырып, сосын оны асып қояды, қағазға шығарады да, далада асып қояды. Ойбай, ара жерде бәріміз тұрып, Нұрбек бар ма, Нұрбек бар ма, қой жоқ Нұрбек, жоқ бар, жоқ Нұрбек емес, Нұрбек деді. Басқа Нұрбек екен. Ой, астапыр, ана жерде сұмдық не болды. Бірақ мен әлі есімде, біз бірінші буын, сол нені тапсырған, сол тест тапсырған. Сұмдық не болды, кәдімгідей бір өмірді өзгертетін бір тәжірибе болды. Ана жерде тұрасың, адамдар жабайымыз енді, төбелесіп, бір-бірін итеріп. Сосын біреу ана өтіп кетсе, сенің бір досың, немесе бір кластасың, бәріміз бақырамыз. Дамир, Нұрбек бар ма, қарашы, қарап тұрады, жоқ дейді, жылап кете болды десе, жоқ, бар, мен көрмей қалдым. Ана немдер Б, С деп бұлай не істеп қояды, принтерден шығарады да, бұлай неге, бір стендке жапсырып қояды, далада. Іште сыймайды, далада бар. Ана жақта атамдар күтіп отыр, ана жақта. Сосын бәрі бір-бірін бақырады, бармын деп, сенші. Сондықтан маңыздысы бұл жерде біздің мақсатымыз негізінде, бұл өзімізді армандаған моделіміз, университеттерге қабылдау жүйесін мына дамыған елдерде, шетелде секілді, мысалы сіз бір ақшта мысалы университетке тапсырғанда бір күн жоқ нақты ОБТ тапсырады, жоқ. Әр университет өзінің қабылдау жүйесі бар, өзінің талаптары бар, өзінің айтып кеткендей профилі бар. Гарвард университеті өзінің профайл дейді. Мына Гарвард университетке бізге кез келген адам керек жоқ. Бізге осындай қабілеті бар, осындай қабілеті бар, осындай. MIT дейді, маған жоқ, маған Гарвардтың несі келмейді, маған инженер керек. Стэнфорд дейді, маған кәсіпкерлік сондай бір қасиеттер бар балалар керек деп. Сіз өзіңіз барасыз, өзіңіздің қалаған
уақытында өзіңіздің ыңғайлы тест орталығыңызда барып тапсырасыз, тест аласыз, сертификат аласыз. Сертификат айталық балыңыз келмеді. Тағы да барып тапсырасыз, тағы да барып тапсырасыз, тағы да барып тапсырасыз, керекті балды жинаған. Сосын барып құжаттарды жинайсыздар, application дейді. Application бәрін жинайсыздар, тапсырасыз, бәрі онлайн болып кетті. Бәрін жүктеп, кнопканы басасыз, кетті. Хат келеді сізге, все, сіздің құжаттарыңыз қабылданды, рахмет сізге, күттіңіз енді. Енді біз бәрін қарастырамыз. Сосын бәрі күтеді. Сосын сізге имейлмен хат келеді. Тың, құрметті Саясат Тұрбек мырза, құтты болсын, сіз Гарвард университетіне сізді қабылдадық. Осылай тамыз айында келіңіздер, күтеміз. $78,000 төлейді. Сосын бәрі қуанады, мама, папа, мен түстім, Гарвардқа түсті. Сонда EIT-де осы жүйеге жақын болады? Ақырында бұл осындай жүйеге көшуге мүмкіндік береді. Неге десеңіз, бұндай тест болған жағдайда сенімді, нақты шетелдік университетті қабылдайтын, ақырында бірден емес, онда мына ойбай, ОБТ, бір сіз IELTS тапсырған жағдайда білем, онлайн тіркелесіз. Солар сізге айтады, міне, осы күнде уақыт бар, осы күнде уақыт бар, осы күнде уақыт бар, осы күнде уақыт бар, осы уақытта. Маған мына ыңғайлы, тыңдайсыз, $100 қанша төлейсіз, хат келеді, имейл келеді, осы күнде, осындай уақытта сізді күтеміз. Жаныңызда паспортыңыз болсын, мына куәлігіңіз болсын, бір су алып келдіңіз, келесіз, барасыз, бәрін тексереді сізге, шыққансыз, бәрін тексереді, куәлігіңізбен барып отырғызады компьютердің басына. Келеді, болды, құрметті инструктор жасайды, тест басталды, пычақ, бітті, камералар тұр, о жақта қатты түксе алмайсыз. Мына жақ камера, бұла жақ камера, бәрін. Қимылды бәрін араласа алмайды. Тексереді. Бізде де ұбт дәл солай жүргізеді қазір, сол форматпен. Бәрін тапсырасыз, шық жазасыз, эссе жазасыз, тыңдайсыз, жазылым, тыңдалым, бәрін тапсырасыз. Рахмет. EIT-де де солай болады ғой? Алла жазса, шығасыз, уақытыңыз өз сертификат келеттім. Маңызды нәрсе, мына модульдік принцип, балаға да, ата-анаға да, жоғары оқу орынға да, қазір ұбт бір балмен ғой, 120 бал. Бітті. Жоғары бал білесіз, жақсы жігіт. Ал EIT-де алла жазса, талдап. Міне, бұл баланың пәндік білімі тарих бойынша мықты, бірақ креативті ойлау білу қабілеті төмен. Жақсы жаттайды, бірақ былай, соны сол ақпараттың ішінен бір сыни түрде бір жаңа пікір білдіру, немесе соны бір қосымша бір сұрақ сұрау, немесе оны басқа көзбен қарастыру, ондай қабілеті төмен. Бастағы білімді кәдеге жарату. Әр компонент бойынша, әр қабілет бойынша өзінің бағасы түрлі өлшемдері болады. Яғни толыққанды адамды қарастыруға болады. Мына жері мықты, мына жері әлсіз. Мына жерде мұнай потенциалы бар, бірақ жеткіліксіз дегендей. Бұл өте маңызды. Бұл адамды талапкерді шыңдайды ғой. Әрине, яғни мысалы адам өзінің мықты жақтарын, әлсіз жақтарын түсінген жағдайда дамуға нақты өзінің бір жоспары болады. Мысалы мен білемін, әр адам сосын уақытымен біз білеміз ғой. Ақырындап адам есейгенде түсінеді, менің мына жерім мықты, мына жерім әлсіз. Не істеймін, мынаны күшейтемін бе, немесе мынаны кішкене күшейтемін бе? Ол нақты адамның даму жоспарына, өзінің жеке даму бір картасын қалыптастыруға да көмектеседі. Бұл да өте маңызды. Дұрыс айтасыз, Саясат Нұрбекұлы, өзіңіз де ашық айтып жүрсіз ғой, бізде мынандай проблема бар ғой, жоғары оқу орнын түлеп бітіреді, дипломын алады, бірақ кейін сол дипломның пайдасын жарата алмайды. Яғни алған білімін қажетіне пайдасын жарата алмайды. Мықты маман иесі бола алмайды, немесе өз орнын таба алмайды деген сияқты. Мына EIT осы мәселені түпкілік шешейін деп тұрған сияқты. Түпкілік болғанда енді, бірақ кемінде бір жүйелі құрал сізге көбірек, нақтырақ ақпарат беретін құрал болады. Міне сізге картаңызды береді, міне кейін сіз міне осы адамсыз. Мына жеріңіз мықты, мына жеріңіз мұнша емес. Неге десеңіз, қазір мынандай бір қағидат, енді бұрын біз 16 мен 21-22 жасқа дейін көп оқыдық, солай ғой. Өміріміз тек қана оқу, мектеп бітіреміз, университет бітіреміз, 22 жасқа дейін біз көп оқыдық. Сосын оқымаймыз.
мына графикті қарайтын болсақ, бұрын адам былай көп оқиды, сосын оқымайды. Түсіп кетеді. Қазір өкінішке орай біз өмір бақи оқуымыз керек. Енді өмірдің қағидаты сол ғой қазір. Lifelong learning деген пәле бар, өмір бақи оқуымыз керек енді. Бұны ең керемет айтқан американдық әлеуметтанушы философ Альвин Тофлер деген кісі. Былай айтыпты ол кісі. 21-ші ғасырдың наданы жаза алмайтын, оқи алмайтын адам емес. 21-ші ғасырдың наданы әрдайым оқымайтын, білетін нәрсені ұмытып жаңадан үйрене алмайтын, және де білетін нәрсені және де learn, unlearn, relearn, білетін нәрсені жаңа мазмұнмен оқи алмайтын адам. Яғни Альвин Тофлер не дейді? Ақпарат соншалықты көп, ақпарат соншалықты тез өзгеріп отыр. Енді сіздің алған біліміңіз жеткіліксіз, әрдайым жеткіліксіз болады. Мектептен шыққан уақытыңызда бұл болды, ескіріп кетті сіздің біліміңіз. Университетке бітіргеннен кейін ескіріп кетті. Енді үш нәрсені жасауымыз керек әрдайым, өмірдің соңымызға дейін. Бірінші, әрдайым оқу. Жаңа ақпарат. Өзіңіз білеміз ғой зейінаға. Күнде бізде жаңа ақпарат, ойбай, ана жаңалық шықты, мына жаңалық шықты, анау болып отыр. Екінші нәрсе ол unlearn дейді. Ең қиыны сол. Біз білетін нәрсемізді енді ұмытып жаңадан үйренуіміз керек. Кейбір нәрселер өзгеріп кетеді, мазмұн өзгеріп кетеді. Солай ғой. Сұмдық айтқан екен, мына сөзді. Ең жаман үшінші нәрсе relearn. Ұялып отырмыз кәдімгі. Relearn. Сіз кейбір нәрсені болды, мен оны білемін. Мысалы, журналистикада мен ойбай, майын ағызып білемін, бітті, теория, коммуникация, бәрін оқып тастаған мен. Бірақ коммуникацияның табиғаты өзгеріп жатыр қазір. Өзгеріп жатыр. Сіз білген нәрсенің өзін жаңа мазмұнмен толықтыруыңыз керек әрдайым. Біледі, мен уже болды, оны оқып тастаған, біліп тастаған нәрсені оның өзі өзгерген жағдайда, онда сіз оны жаңадан үйренуіңіз керек. Сол секілді қазір мына тесттің бір жақсы жері сізге сізге бір нақты карта береді. Міне сен осындай адамсың, мына жердің әлсіз, мына жердің мықты, бірақ өмірдің дамуы керексің. Сондықтан біз енді тоқтай алмаймыз, өкінішке орай. Біздің білім жүйесі де тоқтай алмайды. Біз де мысалы адамдарға қолымыздан келгенше оқытамыз, бірақ формат, модель өзгеру керек. Енді біз бұрынғыдай тек қана бір білімнің көлемін бере алмаймыз. Біз не істеуіміз керек? Адамдарға үйренуді үйретуіміз керек, ойлау білуді үйретуіміз керек, ақпаратты қорыту үйретуіміз керек. Яғни енді былай елестетіп көріңіз. Соңғы мысал, үлкен шексіз кітапхананы елестетіп көріңіз. Сіз кіресіз, ол кітапханадағы кітаптарды оқып тастау мүмкін емес. Өміріңіз жетпейді, 1000 жылыңыз да жетпейді. Неге десеңіз, соншалықты көп кітап бар. Біздің қазір мектептеріміз, жоғары оқу орындарымыз нені үйретеді? Айтады, мінекейіңіз, мына бірінші және екінші қатар кітаптарды қазір оқимыз. 11 жылдың ішінде. Сол келесі 4 жылдың ішінде 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші қатарлағы кітаптарды оқимыз. Бірақ ол жерде миллиондаған қатарлар бар. Оны мүмкін емес 14-15 жылдың ішінде оқу. Ал керісінше болашақтың білім беру жүйесі бұлай болу керек. Бұл ақпаратты 14 жылдың ішінде де, 70 жылдың ішінде де, 1000 жылдың ішінде де қорыту бір адам үшін мүмкін емес. Мүмкін емес. Біз сіздерге не үйретеміз? Осы миллиондаған кітаптардың ішінде сізге керекті кітапты табу. Соны үйретеміз. Маған не керек? 17-ші қатардағы мына кітап керек. Оны мен қалай тез оқимын? Оны қалай мен тез түсінемін? Маған 76-ші қатардағы кітап керек. Оны қалай мен табамын? Қалай тез үйренемін? Қалай оны бейімдеп өзіме керек? Және де ең бастысы, сол алған білімді мен қалай қолданамын? Қалай сол білімнің арқасында жаңа өнім жасай аламын, жаңа білім жасай аламын, жаңа инновация жасай аламын? Неге десеңіз, білу бір пәле, жасау, жасампаздық бұл екінші үлкен мәселе. Яғни сол білімді практикалық тұрғыдан бір әрекетке өткізу, соны үйретуіміз керек біз. Неге десеңіз, мына қазіргі білім моделімізбен
мына миллиондаған кітаптарды оқу мүмкін емес. Адам қандай дана болса да, мен мысалы көп оқимын, адамдар таңғалады, қашан уақытыңыз табылады. Оқи берем, бірақ оқығаннан кейін бір нәрсені түсінесіз, мүмкін емес, ол кітаптардың оқу мүмкін емес. Қаншалықты білім қазір, күнде бір жаңа білім, ақпарат жаратылады. Сұмдық, триллиондаған ақпараттар терабайт, петабайт шыға береді. Мүмкін адамдың шектеуі, біз болды. Миымыз соншалық шектеулі. Сондықтан біз жаңа әдістемеге көшуіміз керек, және біздің бағалау жүйемізде бізге басқаша ақпарат беру керек. Сондықтан мына AIT дегеніміз бұл өте маңызды жоба, дұрыс айтасыз. Бұл біздің білім жүйемізге әсер ететін, адамдардың ойлау білу қабілетіне әсер ететін, талапкерлердің, мектеп бітірушілердің, жоғары оқу орны түлектердің жалпы өмірге көзқарасын өзгерте алатын, адамды өзгертетін, адамның кішкене құндылықтар жүйесіне де әсер ететін, алла жазса, мықты бір жаңа құрал болайын деп. Жақсы, Саясат Нұрбекұлы. Енді мына сұхбатты ары қарай жалғастыра беруге де болар еді, бірақ енді уақыт өлшеулі, көрерменнің де уақытымен санасы қадым жөн деп ойлаймын. Сондықтан соңғы қорытынды сауалымды қояйын, енді жұрттың көкейінде жүрген сауал деп ойлаймын онда. Осы алдағы болатын мына EIT-ге мына 9 сынып оқушылары дайындықты бастау керек пе? Қалай дайындалу керек? Мысалы, көрермен сол сұрақ қоюы мүмкін ғой. Дұрыс, өте жақсы сұрақ. Ол білім министрлігімен бірлесіп жүргізіле ме? Иә, оны біз қазір мына тест қазір өзінің бір форматын белгілеп бір пилоттық форматқа көшсін. Сосын айтып кеткенімдей, келесі жылы оны пилоттық форматта біз бастаймыз. Алла жазса бір күзде деппін ғой, көктемде. Соның алдында, сондықтан мына 9-шы сынып бастағандар қатты қосаспасын. Келесі жылдың басында, алла жазса, біз үлкен пресс-конференция жасаймыз. Міне тест былай болайын деп тұр. Керек болса, енді көреміз оны, мүмкіндіктерімізге қарай. 9-шы сыныптарда барып, өздері кішкене пилот форматында тапсыруға мүмкіндіктер болады. Сондықтан айтып кеткенімдей, біз саты-сатымен адамдарға бейімдеп, оларға сол тесттің артықшылықтарын түсіне білетін форматта, өткіземіз. Уайымдамаңыздар. Ешкімге ешқандай кедергісі болмайды. Кедергі болмайды. Саты-сатымен асуға уақыт береміз. Жақсы, тамаша. Саясат Нұрбекұлы, енді өзіңізге сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Осы мына қарастырылып жатқан EIT келешекте еліміздің білім деңгейін жоғары көтеретін бір жүйеге айналсын деген тілекпен осы сұхбатымызды аяқтасақ. Рахмет үлкен. Сізге де рахмет, келіп осындай нақты сұрақтар сұрағаныңызға. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.